Бірер жылым. Ауылдың күнделікті тыныс тіршілігі баяғы қалпында. Оқу мен үй шаруасы, анда-санда болатын кешкі серуеннен басқа қызық жоқ. Сол жылы туған күнім ерекше есте қалды. Ағам алыс Алматыдан арнайы сыйлық жіберіпті. 20 шақты күн күткеннен кейін поштадан кішкентай қорап келді. Ішінде Nokia 27 деген телефон бар екен. Бұрын ондайды тек теледидардан көріп қолыма алсам ғой деп армандайтынмын. Енді міне, өзімнің жеке телефоным. Телефонды қолыма алған сәттегі қуанышымды сөзбен жеткізу мүмкін емес. Алғаш рет оны қосып, кішкентай көгілдір экранына қарап, мәз болып күліп жүрдім. Жаңа нөмір алып, ауылдастарыма мақтанып та үлгердім. Қызығы сол, ауылда интернет түгілі, дұрыс желі де жоқ. Бірақ оған мән беретін кез бе? Видео түсіретін функциясы болса болғаны. Телефон келген күннен бастап ауылдың әр бұрышын видеоға түсіруді әдетке айналдырдым. Таңертеңгі күннің шығуын, сиырлардың өріске кеткенін, көрші балалардың ойындарын, бәрін түсіріп, өзімді нағыз оператор сезіндім. Бір күні тіпті көршіміздің үйіндегі тойды жасырын видеоға түсіріп алғаным есімде. Тойға барған қонақтар күлкілі би билеп жүргенде, мен алыстан телефонымды ұстап тұрған едім. Телефонды тек өзім ғана емес, бауырларым да қызығып, қолдарынан тастамайтын болды. Әсіресе кішкентай інім оның ойынына әуес еді. Кейде маған білдірмей, жасырын алып кетіп ойнайтын. Мен оны көргенде ренжігендей болып, кейін өзім күліп қоя салатынмын. Сол телефонның арқасында ауылдағы кездерімді мәңгіге есте сақтап қалдым. Қазір сол кездерге оралсам, телефонымның жып-жылы естеліктерін сағынып кетемін. Қарапайым Nokia 27 ғана емес, ол сол кездегі бала армандарымның символы еді. Ең қызығы, әлі күнге дейін ол телефонды сандықтың түбінде сақтап қойдым. Ауылда бәрі бір-бірін таниды. Әсіресе көршілер. Ал біздің көршіміз ауылда аты шыққан адам еді. Әкесі жүрген жерінде тыныштық бермейтін, әйел көрсе, көздері ойнақтап шыға келетін. Қылықтарын естіп, жұрттың бәрі теріс қарайтын. Бірақ ол мұны сезбейтіндей жүрісін жалғастыра беретін. Оның ұлы менімен қатар өсті. Бірақ мінезі әкесіне тартқан. Қыздардың қасында жүргенді ұнататын, оларды өзіне қаратуға шебер еді. Сыныптас қыздар арасында оның атын айтып күліп отыратындар да болды. Бірақ мен ондайға жақындамайтынмын. Бір күні күтпеген жерден, сабақтан кейін үйге келгенде, есіктің алдына бүктелген хатты көрдім. Қызығушылығымды жеңе алмай ашып оқи бастадым. Хат көрші ұлдың қолынан шыққаны бірден білініп тұрды. Жазуы қисық әрі асығыш жазылған, бірақ не айтқысы келгені анық. Сәлем. Саған айтарым бар. Қайдан бастарымды білмеймін. Менің саған көзім түсті. Күлімдегенің сондай әдемі. Бүгін кешке құдықтың жанында кездесейікші. Сені күтемін. Оқыған соң күлкім келді. Оның менімен әзілдескісі келгенін түсінбедім бе, әлде шынымен мені ұнатып қалды ма, ойым сан-саққа кетті. Бірақ мен бұған ешқандай жауап бермей, хатты қайта бүктеп сөреге қоя салдым. Кешке құдық жаққа бармадым. Оның не ойлағанын да білмедім. Бірақ бір нәрсе анық еді, ол өз әкесінің жолын қуып келе жатқандай көрінді. Әкесінің жүрісін талай көрген ауыл тұрғындары оның да мінезін оңды деп айтпайтын. Кейінірек ол басқа қыздардың соңынан жүгіріп кетті. Ал мен болсам, бұл оқиғаны еске алып, өзімді батыл әрі дұрыс шешім қабылдағандай сезіндім. Өйткені көршімнің ұлының әрекеттері жай ғана әке тәрбиесінің көлеңкесінде қалған ұсақ тірліктер еді. Кейіннен оның маған хат жазғанын ешкімге айтпадым. Бірақ ішімнен бір түрлі ұялып жүрдім. Біреу біліп қойса күлкіге қалармын деп ойладым. Оның үстіне көрші ұлдың көз алдымда басқа қыздарға қалай қарағаны да есімнен кетпеді. Сол хатты қайта-қайта оқып, мүмкін расымен маған сезімі бар шығар деп ойланып қоятымын. Бірақ ол ойымды тез қуып жіберуге тырысатымын. Сол күннен кейін оның маған деген көзқарасы өзгерді. Бұрынғыдай алаңсыз амандасып күліп өтетін жігіт енді алыстан ғана қарап, өзін салмақты ұстауға тырысып жүрді. Кейде қасымнан өте бере, көз қиығын салып, бірдеңе айтқысы келгендей болады. Бірақ мен оның қарауына назар аудармадым. Уақыт өте ол маған тағы да хат жазды. Бұл жолы хат тіпті ұзағырақ. Сенің жымиғаның жүрегімді жаулап алды.
Басқа қыздарға қарасам да, саған ұқсайтын ешкімді көрмедім. Сен тым ерекше екенсің. Мен саған шынымен жақын болғым келеді. Мүмкін, бір мүмкіндік берерсің? Өтінемін, жауап жазшы. Бұл хатты оқығанда ойым сан саққа бөлінді. Bir жағынан, оның шынайы сезім білдіргісі келгені жүрегімді жылтқандай болды. Ал екінші жағынан, әкесінің мінез құлқы мен оның қыздарға деген жеңілтек көзқарасы мені тоқтатты. Көрші мен біздің үйдің адамдары 5 үйден кейін тұратын көршінің үйіне тойға кеткен еді. Мен сол сәтті пайдаланып әлгі көрші жігітке хат жазуды тоқтат деп айтуға бардым. Үйінде кішкентай бауырлары тамақ ішіп отыр екен. Ағаң қайда? Деп сұрадым олардан. Аға, мал қорада су беріп жатыр деді. Ойымда ештеңе жоқ. Қолымда Nokia 27 телефон. Видео түсіріп келемін. Өзімнің ұрысқан видеомды көремін деген ой еді. Алайда көрші жігіттің ешкіні бақыртып қойып, ақ тер, көк тер болып итеріп жатқанын видеоға түсіріп алдым. Өзім таң қалып тұрып қалдым. Жеркенбей ешкіні ұстап алып, кішкентай сайманымен ұрғылап жатыр албасты. Мені көріп, оның көзі шарасынан шыға жаздады. Шошынғаны соншалық орнында сілейіп тұрып қалды. Мен болсам телефонымды қалтама салып, үйге қарай бар жылдамдығыммен жүгіре жөнелдім. Артыма қарауға да батпадым. Жүрегім атқақтап, құлап қала жаздасам да, үйге жетіп, есікті тарс жауып, құлыптап үлгердім. Сәлден соң сырттан оның дауысы естілді. Дауысы дірілдеп, үні қорқынышқа толы. Видеоны өшірші. Құдай үшін. Айтқаныңның бәрін істеймін. Тек ешкімге айтпа. Мен үндемедім. Құлыптың ар жағынан оның дірілдеген даусын тыңдап, тынысымда әрең басып отырдым. Оның шын жалынғаны анық еді, бірақ менің ойым сансаққа бөлініп, телефонымды қайта-қайта ашып, әлгі өні қарап тұрдым. Ақыры жүрегімнің түбінде бір үн оны аяуға итермеледі. Әлгі видеоны